Қайырлы кеш, құрметті көрермен, эфирде сараптамалық пікір бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ләззат Әділбекқызы. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы Рудный қалалық қазақ аналары дәстүрге жол қоғамдық бірлестігінің төрайымы Нинагүл Қосжанқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Нинагүл Қосжанқызы жалпы осы ең алдымен қазақ аналары дәстүрге жол қоғамдық жобасының мән маңызы туралы айтып өтсеңіз. Бұл бастаманың қоғам өміріндегі рөлі мен маңыздылығы неде? Сәлеметсіздер ме? Өте жақсы тақырып қойдыңыз, рахмет. Бұл қазақ аналар дәстүрге жол жобасының ашылу себебі біздің қазақ екенімізді, қазағымыздың дәстүрінің қандай өсіп келе жатқандығын, бұрынғы қалып кеткен дәстүрімізді қайта жалғастырып, ен жайдыруда үлкен үлесін қосады. Біздің қазақ аналары дәстүрге жол жобасы жастарға білім беруде және өзіміздің өнерін көрсетуде. Біз халықты жинап, ата-аналармен бірге, оқушылармен бірге, студенттермен бірге осы қазақ екенімізді, өзіміздің осындай бір жоба ашып, осындай елге паш еткенімізді, ісіміздің дәлелді екендігін көрсетіп, қазақ аналарының ортасында жүрген жағдайымыз бар. Бұның ашылу себебі қазіргі таңда жастарымыз көптеген жаққа кетті ғой. Басқа бір нелердің киімдеріне әуес болып, басқа бір елдердің тілдеріне әуес болып, міне соны қайтару мақсатында біз қазақ екендігімізді ұмытпауымыз керек. Қазақ екендігімізді дәлелдеп, осындай қазақ аналары бар екен біздің Рудныйымызда, Қостанайымызда деген мақсатта ашылған болатын. Аллаға шүкір, міне қазір таңда көптеген елдің ортасында, көптеген колледждерде, көптеген институттарда, көптеген студенттер арасында осындай үгіт насихат жүргізіп, біз өзіміздің қазақ екендігімізді, осындай істеп жатқан іс тәжірибеміздің алға қойған мақсатымызға жету үшін осы нәрсені біз жүргізіп жүрміз. Бұның мақсаты біреу ғана, қазақ екендігіміз, қазақтың діні қазақ, тілі қазақ, жүрегі қазақ деп соғатын қазақтарды көбейтуіміз керек, санын көбейтуіміз керек біз. Әрине, бұл бастамаларыңызға тек береке берсін. Көп рахмет. Жалпы осы Рудный қаласында осы ұйымды ашуға не түрткі болды? Және алғашқы қадамдарыңыз қалай басталды? Және қазіргі таңда ұйымда қанша адам бар? Біздің дәстүрге жол Рудный қаласының жобамызда қазір 80-нен астам аналарымыз бар. Жас өспірім келіндеріміз бар, өсіп келе жатқан өзіміздің ізбасарларымыз бізден үлгі алады. Бұның ашылу себебі, мақсаты, біз Қостанай облысы өңірінде бұндай нәрсе болмаған бұрын соңды. Бұны 23 жылы қазан айынан бастап біз, осы төрайым қылып, мен республикадан сайлады. Сол уақыттан бастап біз, қазақ екендігімізді осыдан бастап біз осы дәстүрімізді жалғастырайық. Қазағымыздың осы дәстүрін алға паш етейік. Осы қалып кеткен дәстүрді қайта жаңғыртсақ екен, қандай үйретсек екен деген түрткі болды менде. Осы қыздардың киім жүрістерінен, киім киісінен, іс-әрекеттеріне мен көптеген түңіліп жүрдім. Ал кейінгі уақыттарда біз ондай нәрседен аулақ болдық. Осы жолға қойдық, бірақ 3 жылдың ішінде бірталай нәрсе жұмыс атқардық. Соның нәтижесі деп ойлаймын, біздің Рудный қаласында көптеген жастарымыз келеңсіз оқиғаға әуес болған жоқ. Қайта бізге үйренбеген жерлерін сұрап, апай осындай ма деп номерлерімізбен хабарласып тұрады. Мына жоғары оқушылар әсіресе, студенттер әсіресе сондай нәрселерді мен өзіме мақсат қып қойып, мақсатыма жету үшін қуанамын. Әсіресе осы жастардың ортасында болып жатқан іс тәжірибеміз. Мысалы, жүру тұру, сөйлеу мәдениеті бар ғой біздерде, киіну мәдениеті бар, сөйлеу мәдениеті бар. Мысалы, солардың барлығын жолға қойып, біз бұлай қисық кетпей түзу жүр. Мынаны баспа, мынаны өйтті деген сияқты жақсы бағдар беріп отырдық. Міне жастарымыздың ортасында осы үлгі насихат беріп, осы нәрселерді біз алға және де жалғастырамыз. Жақсы, сіз өз сөзіңізде жастар туралы айтып кеттіңіз. Сіздер тек қана үлкен аға буын өкілімен ғана емес, сонымен қатар жастармен де жұмыс атқарады екенсіздер. Осы жастармен жұмыс барысында бір қиындықтарға тап болдыңыздар ма, және олармен, жастармен сөйлесу барысында қандай тәсілдерді қолданасыздар? Қалай жастардың тілін табасыздар? Енді біздің қазіргі жасап жатқан уақытымызда қазіргі балдарменен бұрынғы балдарының ортасында айырмашылық салыстырамыз. Бірінші, міне балалар, біз осындай едік, мынандай едік, балалық дәуірімізде мынандай өткен, ал сіздердің дәуіріңізде мынандай болды. Қазір мынау компьютер шыққан, желі жүзінде барлығы әлемге тарап кетті. Интернеттен көп алмай, осы сабақ барысын әсіресе басты мақсат менің оқу мәдениеті. Біздің балаларымыз қазір жүргізіп оқуды жолға қоймаған.
жүргізіп оқи алмайды көп оқушыларымыз. Міне соны көбірек қолға алуымыз керек. Мына келесі жылғы жоспарыма мен соны қосып отырмын. Мектептермен тығыз байланысты болып, солардың оқушылардың ата-анасы менен оқытушылардың арасында осындай нәрселерді мен жолға қойсам, оқушылардың сөйлеу мәдениеті жоқ. Мысалы, Міржақып Дулатұлының кеше 140 жылдығы болды. Міне соның ортасында біз осы өзіміздің қоғам қайраткері ағаларымыз Жаңбыршы ағайдың іс-шарасы болды, несі болды, шығармашылық кеші болды. Соған әдеби кешіне оралдыған оқушыларымыз солардың бір жақсы сөздерін дұрыс айта алмай жатыр. Міне содан ақсап жатырмыз біз. Міне соны жолға қоюымыз керек. Сөйлеу мәдениеті дегеніміз осы. Жүргізіп оқу керек, кітапты оқу керек. Мысалы, біздің родниемізде көптеген кітапханалар бар. Кітапқа барып, мүше болсын, оқысын кітапты. Міне соны біз жолға қойып отырмыз. Қазір кітапханалармен тығыз байланыстамыз біз. Біз осы родниеміздің өзінде қанша кітапхана болса, соның бәріне барам мен, іс-шарадан араласамын, сөйлесемін. Міне соларға айтамын, оқушыларды шақырыңыз, кітапханадан үйірмеден кітап алып, кітапты кітапханамен оқу, кітаппенен байланыс жасап, кітапхана үйірмелерін ұйымдастырайық көбірек деген пікір жүргізіп жатырмыз. Мен соны алға қойсақ, жастар әлде де білімді болады деп ойлаймын. Мысалы, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, Ахмет Байтұрсынов деймізді қоямыз. Олардың кім екенін, қандай шыққан ғұлама екендігін көп оқушылар аңғармайды, білмейді. Жастардың ортасында келеңсіз оқиғалар қазір көп болып жатқан жоқ. Аллаға шүкір, көптеген жастарымыздың ортасындағы бір болмашы нәрсе болатын болса, алдын ала біз тікелей біліп алсақ, соғымыз тікелей өзімен тікелей сөйлесеміз. Жалпы мен байқауымша, бұл сіздің тек қана жұмысыңыз емес, бұлай қарапайым өмірде де бір өмірлік ұстанымыңыз сияқты, иә. Сіздердің ұйымдарыңыз тек мәдени бағытта емес, сонымен қатар әлеуметтік бағытта да жұмыс жасайды екен, иә. Мысалы, отбасылардағы дау-жанжалдарды шешу барысында біраз жұмыстар атқарылғанын білеміз. Қандай жұмыстар атқарылды, яғни олардың шешімі, олардан бір шыққан қорытынды, жақсы жаққа қарай қорытынды бар ма? Енді бұл нәрседің барлығын түйткіл бір сөзбен айтқанда, бұның нәтижесі бар. Себебі мен өзім нәтижесін көріп те жүрмін, біліп те жүрмін, апалармен бірге айтып та жүрмін, апалар да біледі, менің жанымдағы апалар. Осы нәрсенің алдын алу үшін біз қолдан келгенше сол әрекет жасауымыз керек. Жақсы, негізінде сіздердің ұстанымдарыңыз тәрбие отбасына басталады деп дейсіздер, иә? Жалпы негізінде сіздер тағы да салт дәстүрлерді жаңғыртумен де қазіргі таңда айналысып жүрсіздер, жаңғыртып жүрсіздер. Осы бағытта биыл қандай іс-шаралар өткізілді, қандай бір атқарылған жұмыстар бар ма, осы туралы айтып өтсеңіз, қандай салт дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды негізге ала отырып, оларды қазіргі таңда дәріптеп жүрсіздер? Бұл қойған сұрағыңызға да өте жақсы жауап беруге әрекет қыламын. Біздің Родный қаласында осы 2025 жылдан бастап Наурыз мерекесін өткіздік біргелікте, әжелермен бірге, аналармен біргелікте, қоғам қайраткерлермен біргелікте үлкен іс-шара өткіздік Наурызда. Мысалы, салт дәстүріміз, мысалы, жарапазан айту, мысалы, мына шапан жауып үстімізге жар айтып, сондай нелерді жолға қойдық. Міне оны куәсі болды, қоғам қайраткерлері қатынасты, өзіміздің әкімшіліктен де қатынасты, барып көрді. Одан кейінгі мәселелер, мына өзіміздің жоспар бойынша жүргізетін болсақ, мына біздерде инвалидтер бар. Міне соларға барып, инвалидтерге барып, көңілін көтеріп, концерттік бағдарламамызды бердік. Бұл да біздің өзіміздің алға қойған мақсатымыз, жоспарымызда бар. Сол үшін олардың көңілін аулау мақсатында, олардың көңілін көтеру мақсатында, ол инвалидтер көмекке мұқтаж. Біздің жақсы сөзімізге, бір ауыз жақсы сөзімізге мұқтаж. Сол үшін жақсы сөз сөйлеп, оларға қытай болса да кішігірім сыйлық беріп, олардың көңілін көтердік. Әжелер ансамблі бар бізде, Ақ кимешек әжелер ансамблі бар. Мен өзімнің құраған 12 әжеден өздеріңіз куәсі болдыңыздар. Міне сонымен барып концерттік бағдарламамызды бердік. Бұл концерттік бағдарламамыз қазақтың халық әндері болды, ішінде орысша да болды, себебі ол жерде орыстар да болды. Солардың да несі бір көңілін көтердік. Өте риза болды, ортаға шығып билеп жатыр. Міне бұл да біздің іс-әрекеттеріміздің бір дәлелі. Одан кейін мына мүмкіндігі шектеулі жандарға бір кесе шай үстінде дастархан жайдық 3 қазан күні.
мына өзіміздің Родный қаласында Горняков жиырма адресі, ол жерде бір 20 шақты кісіге дастархан жайылып, апалармен біргелікте ол жерде дастархан жайылып, шай ішіліп, концерттік бағдарламамызды бердік. Кеше осы 24 қараша күні мына Мери деген біздерде жасөспірім балалар бар, инвалидтер оларда. Оларға шашу шашылып, әжелеріміз, екі әжеміз шашу шашты, бауырсақтарын әкеліп, дастархан жайып, оларға да көңілін көтеріп, концерттік бағдарламамызын берді. Міне бұның барлығы біздің жетістігіміз деп ойлаймын. Халыққа көрсетіп жатқан қызметіміз, солардың көңілін аулап, бір жақсы ізімізде із қалсын, мына балалардың көңілін көтерейік, ақсақалдардың көңілін көтерейік деген мақсаттағы жоспарымыздың бір дәлелі болып есептеледі. Міне осындай іс-шараларды біз көптеген іс-шараларды өткізіп жатырмыз. Одан кейін мына сәуір айында, мамыр айында біз мына көрші өзіміздің Қостанай облысы Жітіқараға бардық. Жітіқарада әжелеріміз ақкемешектерменен шашу шашып біздің алдымыздан қарсы алып, ішкі саясат бөлімі автобус бөліп бізге, тегін автобуспен барып, сөйтіп концерттік бағдарламамызды беріп қайттық. Ал ол жерде тұсаукесер, қазақтың салт дәстүрі, міне соны көрсеттік. Баланың өзіміздің немеремізді енді жүріп келе жатқан, тәй-тәй басып келе жатқан немереміздің алып барып, соны халықтың арасында көрсетіп, міне тұсаукесер осындай деп өлеңіменен, шумақтарыменен соны халыққа көрсеттік. Міне бұл да біздің өзіміздің жетістігіміз. Қазағымыздың бұрынғы қалып кеткен дәстүрлері қазір тұсау кеспейді, қазір баланы бесікке бөлемейді, қазір кәлескемен жүреді селкілдетіп. Ол бұрынғы кезде бесік болған ғой, бесікке аяқтарың тік болады, дене мүшелерің тіп-тік болады, ауырмайды. Баланың анасы болса, бірінші анасы болса, екінші анасы бесік дейді біздерде. Бесікті екі қолын байлап, аяғын байлап, бесікке бөлетін болғанбыз. Сол бесікке салу дәстүрін жасадық. Онан кейін мына қариялар үйінің жанындағы көрініске соны көрсеттік. Онан кейін Жітіқараға барып, тұсаукесерді жасадық. Міне Лисаковск қаласына барып, қыз ұзатуды көрсеттік. Кашарға барып, нені көрсеттік, тұсаукесерді көрсеттік. Міне сондай дәстүрлерімізді дамытып, жастарға көрсетіп жатырмыз. Халқымыз көріп, дән риза. Міне түрлі әртүрлі нәрселерді істеуге болады, ол ерінбеу керек. Біздің халқымыз осындай бай халық, тілге де бай, жүрегі бай, қазақ десе жанын беретін қазақпыз. Сол үшін біз қалып кеткен дәстүрімізді жалғастырып, тұсаукесер, сүндет тойы, бесікке салу, мысалы, сонан кейін қандай қыз ұзату, сырға салу, міне осының барлығы қазақтың салт дәстүріне жатады. Міне осыларды біз халықтың арасында көрсетіп жүрміз. Қазақтың нағыз ою түрі мінекей осы мінекей. Бұны біздер жастарымызға осыны үлгі көрсетіп жүрміз. Кеше музейде болдық, 27 қараша күні, қазан күні музейде болып, 9 сыныптың оқушылары номері 19 мектептің Ахмет Байтұрсынұлы мектебінің оқушылары келді, 7, 8, 9 сыныптың оқушылары келді, ұлдары, қыздары. Бәрі көріп, осыларды таң тамаша болды. Құрақ құрауы бойынша, бұл құрақ деген бұл біздің елдігіміздің бірлігін құрайды. Еліміздің, халқымыздың бірлігін құрайды. Бір тұтас елміз бәрімізде. Қазақпыз. Қазақ, орыс, өзбек, қазақ, Әзербайжан түрлі ұлт мемлекеттері тұрады біздің Қазақстанымызда. Сол үшін құрақ дегеніміз бұл тату елді біріктіретін құрақ бұл. Сол үшін біз құрақты қолға алып жүрген жағдайымыз бар. Міне, мына жағынан қарасаң, мынандай құрақ, мына жағынан құрасаңыз, мынандай құрақ бұл. Міне жастарымыз осыдан үлгі алып жатыр қазіргі. Қыздар сұрақ қойды, апай бұны қайтып құрайды деп. Сосын болған әжеміз бар, ой оятын, сол кісінің құрағы бар, сантиметрмен өлшейді, оны сантиметрден өлшеп, бір жағы ұзын, бір жағы қысқа болмау керек. Мысалы, мына жағы 19 сантиметр болса, мына жағы да 19 сантиметр болу керек. Сол ені де ұзындығы да бірдей болу керек. Біздің әжелеріміз осындай өнерлерін алға қойып, жастарымызды шақырып, кружок ұйымдастырмақшымыз келесі жылы, Құдай қаласа. Үйірме ұйымдастырамыз. Міне осындай тігетін апаларымыз бар, біздің әжелеріміз бар. Міне осыларды біз қыздарға үйретсек, қыздар қазір инені түртіп, инені сабақтай алмайды. Мына инені сабақтап, ізін түйе алмайды мысалы. Қалай түйуді білмейді. Ұзын қылып сабақтайды да, сосын тігетін кезде жіптері бір-біріне байланады да, байланып қалады. Оны олай қылмау керек. Жіпті ине сабақтаған кезде қысқа алу керек жіптің сабағын. Сосын түйген кезде қолмен сабақтап, былай кішкентай ғана түйіншік қылу керек. Міне әр нәрсенің өзіндік ерекшелігі бар. Ал одан кейін мынау тоқыма, мінекей, мынау қолдан тоқылған балдарға, мінекей, аяқтарына жылы болады қыстың күні. Бұл тоқыма шұлық, мінекей, балдарға бұрынғы кезде жүннен тоқитын болғанбыз осыны. Қазіргі таңда мынау жаңағы мөлөне жіп дейді ғой, жібек жіп.
міне содан тоқиды мына магазиннің жібі мыналар. Бұл балалардың аяғына өзіміздің аяқтарымызға жылы болады, жылы сосын киіп отырамыз үйімізде. Өзіміздің немерелерімізге осындайлар тоқып береміз. Бұл да бір қазақтың салт дәстүрі. Қазір ешкім бұндайларды қолына ұстамайды да, алмайды да. Бұларды осыны істеуіміз керек, паш етуіміз керек. Жалпы негізінде керемет, мұндай сіздердің қолөнер туындыларыңыз әрине барлығын таңғалдырды деп ойлаймын. Сонымен қатар бұны тек қана әжелер емес, қазіргі таңда келіндер де жасайды ғой бұндай туындыларды. Қазіргі таңда жақын арада келіндер бәйгесі өтті. Сол туралы айтып өтсеңіз, бұл мәдени іс-шараның маңыздылығы неде болды? Бұл келіндер сайысы болғанда бұл жердегі келіннің әдептілігі, ата-енені сыйлауы, ене менен келіннің арасындағы байланыс, үйдегі тұрмыстағы жандарды сыйлау, міне соған кеп тіреледі. Міне соның арасындағы біздің келіндеріміз сол турасында айтып өтті. Өздерінің бір ілтипатты екендігін, отбасына, жанұясының ағайын туыстарына қандай қамқорлық көрсеткенін міне сол жөнінде паш етті, көрсете білді және соны дәлелдеп айтты. Міне сол бұл келіндер бәйгесі дегеніміз мына кейінгі келіндер, мысалы қазіргі келіндер тайтыңда басында орамал шешіп тастайды. Мына орамалдың киелі екендігін, орамал неге мына ер азаматымыздың амандығын тілейтін болған ғой. Міне сол үшін орамалды шешпейтін болған. Сол турасында көптеген нұсқаулар болды. Тамаша, керемет болды. Міне бұл да біздің қазағымыздың өркениетті дамып келе жатқандығын дәлелдейді. Көп рахмет, Нинагүл Қосжанқызы. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің сараптамалық пікір бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі біздің бағдарламада болған Апушаева Нинагүл Қосжанқызы. Ол кісі біздің ұлттың ұлылығын дәріптеп жүрген Рудный қаласының қазақ аналары дәстүрге жол қоғамдық бірлестігінің төрайымы. Көп рахмет келгеніңізге. Рахмет сіздерге, рахмет. Табыс, толағай, тілек, табыстар тілеймін. Аман болыңыздар. Көп рахмет. Күн жақсы болсын. Рахмет.